Тәуелсіздік алғалы елімізде президент сайлауы 7 рет, халықтық референдум 3 рет, ал парламент мәжілісі мен депутаттар сайлауы биыл осымен 8-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Армысыздар! Осы орайда сіздермен бірге бүгін 455-ші сайлау учаскесіндегі саяси маңызы зор науқанның жүргізу барысына көз жүгіртсек. 10 мыңнан аса сайлау учаскесі, жер-жердегі сайлау комиссияларының 86 мыңнан астам мүшесі, 10 мыңнан астам кандидат. Биылғы көктемнің басты саяси додасының аяқталуына санаулы сағаттар қалғанда 455-ші сайлау учаскесінің жұмысы да сәт санап қыза түскендей. Бүгінгі саяси науқанның мәнісі бөлек. Бұл жылғы сайлау билік тармақтарын түбегейлі жаңғыртуды көздейді. Парламент мәжілісінен бастап өңірдегі аудандық мәслихаттар депутаттарына дейін тегіс барлығы жаңадан сайланады. «455-ші сайлау учаскесі сын сағатта сайлаушыларға дауыс беруге келген қала тұрғындарына мінсіз қызмет атқарып қана қоймай, сонымен қатар көрме ұйымдастырып концерттік бағдарлама өткізді. Сайлаудың әділ өтуіне оның өңірдегі мүшелер ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның әрбір азаматтары да жауапты. Осы орайда 455-ші сайлау учаскесіндегі комиссиясының әрбір мүшесі сайлауға келіп дауыс беріп атқан әрбір халықтың конституциялық құқын толыққанды іске асыруына барлық жағдайды жасауда.